Сәлем достар! Кока Бека каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің арнамызға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін бізде сіздердің любимый рубрикаларыңыз распаковка чек. Достар, бізге бүгін тағы да посылкаларымыз келді. Мен осыдан 15-20 күн бұрын осындай посылкаларға заказ берген болатынмын. Солар келіпті. Қазір сіздердің көздеріңізше осыларды ашып, сіздермен бірге сапаларын, жалпы заттың өзін және де бағаларын сіздерге айтатын боламын. Ал достар, сіздер жай ғана видеоны көріп өтпей, міндетті түрде подписаться кнопкасын басуды ұмытып кетпеңіздер, достар. Так, ал онда кеттік. Распаковка жасауды бастаймыз. Так, бізде мынандай бірінші үлкен коробка. Еще сәл ауырлау екен. Так, мынаның ішінде не бар екен? Үлкен коробка екен ішінде. Үлкен коробка. Кроссовка екен. Вау, күшті. Достар, мінекей осындай кроссовка. Әппақ. Күшті. 39 размер. Әппақ. Достар, мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, сапасы өте керемет екен. Ойлаған тұғым, мен негізінде сапасы қандай болып шығады екен, жыртылып қалатындай, бұндай сызылып кеткендей, мата шығады деп ойласам, жоқ, күшті екен. Енді достар, бұның бағасына келетін болсақ, бұның өзінің бағасы заказ бергендегі бағам, яғни 1800 теңге. Плюс доставкасымен бірге қосқан кезде доставкасы 2100 теңге болды, сонда общий 3900 теңге болып тұр. Егер де бұны біз, мысалы, қарапайым тілмен айтайын сіздерге, базардан алатын болсаңыздар, бұл базардан 5-6 мың теңгеге аласыздар. Сонда бұл 3 мың теңге болатын болса, примерно 3 мың теңге, жоқ, 1800 теңге, 2100, 3900 теңгеге алып тұрық, сонда біз примерно 2100 теңге эконом жасап тұрық қой. Достар, сапасы өте керемет екен. Кроссовкамыз кетті. Енді келесі посылка. Ашып көрейін. Бұл не нәрсе екен? Бұл бізде ақ носки. Ақ түсті. Қазір ішін ашып көрейін мен. Сапасы күшті екен. Как раз алдымыз күзгі уақытта киюге. Қатты қалың да емес, жұқа да емес. Как раз осындай кроссовкалардың ішінен, полсапоскалардың ішінен киюге болады мыналарды. Мына жерде общий бізде қазір мен сізге айтамын, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Бұл 10 штук носкиді біз 1100 теңгеге заказ бердік. Сонда 10 штук носкиді, өздеріңізде енді қараңыздар, 1100 теңге болғанда 10-ға бөлгенде 110 теңгеден келіп тұр ғой, сонда бір штук ше. Магнум деп айтпай қойын. Қарапайым базардың өзінде мына носкиді сіздер 300-400 теңгеге аласыздар. Сапасы өте керемет еще. Бұл бізге 1100 теңге, келуімен бірге 1900 теңгеге түсті. Сонда 190 теңгеден алып тұрғаны бірдей ғой. Мына носкилерді. Күшті, керемет.
Мен сондай риза болып отырмын. Әрқайсысын ашып көрген сайын сапалары сондай керемет екен. Так, достар, бұл жерде енді мына жерде носки, сосын капрон болу керек. Сағынып көреміз. Келесі мынау қара посылканы ашып көргім келіп отыр. Ішінде не бар екен? Носки ма, капрон ба болу керек, меніңше. Достар, бұл капрон екен. Қара түсті капрондар. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 10 штук капрон. Так, қалай ашылады? Вау, күшті. Мінекей достар, мынандай болып тұрады. Қара түсті капронымыз. Достар, бұл қара капронымыз бізге бағасы 10 штугы 1800 теңге болды. Сонда бір штугы 180 теңгеден алып тұрғанмен бірдей ғой. Бұның доставкасы 845 теңге болды. Сонда общий 3700 теңгедей болып тұр ғой. 3700 теңгедей болып тұр. Мына бір қара капронды мен көктемнің кезінде 600 теңгеге сатып алатын тұғым. Бір штугын 600 теңгеге сатып аламын. Еще дәл осындайын. Күшті ғой. Ал бір упаковкасын, осындай 10 штугын мен 3600 теңге сатып алып тұрмын. Сонда общий доставкасымен өз бағасын есептегенде 360 теңгеден алғанмен бірдей ғой. Достар, сонда қараңыздар. 600 теңгеге сатып алған кезінде 360 теңге, общий 240 теңге. Әрқайсысынан экономдап тұрмын ғой, ше. 2400 теңге экономдап тұрмын сонда. Достар, күшті. Мен расында риза болып отырмын. Алдыңғы видеода сіздер бағаларымен бірге сұраған екенсіздер. Сол кезде бағаларында айтсаңызшы, келуі қанша болды, жалпы өзінің бағасы қанша болды деп сұраған екенсіздер. Мен бүгінгі видеода сіздерге соны айтайын деп шештім. Енді келесі бізде посылкамды жасыл түсті пакет. Қазір ішінде не бар екен көреміз. Өз кішкентай ғана екен. Жем-жемдейші. Көрейік. Бұл носки. Капрон носкилер. Мен біреуін алып көрсетейін. Мінекей кәдімгі капрон носкилер. Общий 10 штук тұрғанда 533 теңге болды. Келумен бірге общий 1000 теңге болды. Сонда келумен бірге доставкасымен өз бағасымен бірге есептегенде 1000 теңге, 100 теңгеден келіп тұр ғой. Сонда достар, сіздер 100 теңгеден осындай капрон носки ала аласыздар. Мысалға біздің қаламыздан. Базардың өзінде мына носкидің бағасы 250 теңге ғой. 250 теңге, 300 теңгеге аласыз. Сапасы да керемет. Якраз алдағы уақытта уже күз ғой. Күзгі уақытта осындай туфлилардың ішінен, туфли деп қойға, кроссовканың ішінен, сосын ана негеміз ғой, макаси, солардың іштерінен осындайлар киеміз. Сол үшін де алдыртқан болатынмын. Тем более капрондар шыдамайды ғой, қайта-қайта жыртылып кете береді. Сол үшін де әдейі 10 штугын алдырдым. Біреуі тозып жыртылып кеткен жағдайда қайталап кие беретіндей алып. Вот, солай достар. Ақ носкиде, ой, смотрмай мыналар сырғып. Енді бізде келесі посылка, ақ түсті пакет. Бұл не екен? Носки ма? Қазір көреміз.
мынандай әртүрлі түсті нәскилер. Вай, жыртып жібердім ғой. Мінекей мынандай нәскилер. Бұл жерде екеуі тоже 10 түрлі. 10 түрлі түсінен алдырдым. Әр түрлісінен. Сапаларында мінекей достар көрдіңіздер ғой, иә? Сапалары да өте керемет екен. Бұл нәскидің бағасы 1220 теңгеге келді. Доставкасы бұның примерно 1000 теңге болды деймін. 2220 теңге. Сонда бұл нәскиді 220 теңгеден келіп тұр ғой. Мен мына нәскиді базардан 500 теңгеден көрдім. Сонда где-то 200 теңгедей экономдап тұрып қойбыз. Сонда келесі қара пакетімізді ашамыз. Бізде келесі енді осындай телесный цветтегі капрондарымыз. Так, бұл жерде 1, 2, 3 цветте телесный капрондарымыз. 2 цветте асфальтный цвет, серый цвет қой енді осындай капрондар. Так, бұны да сіздерге ашып көрсетейін. Достар, мінекей. Осындай болып тұр. Бұл 5 капрон бізге 185 теңге болды. Доставкасымен 845 теңге, қосқанда общем 1900 теңге. Сонда бұның бағасы доставкасымен және өз бағасын қосқандағы 380 теңге болып тұр. 1900 теңгені 5-ке бөлгенде, яғни 380 теңгеден. Жаңағы айтып кеткендей сіздерге, мына бір капронның өзі бізде қара капронды мен 600-700 теңгеден алып жүрген болсам, мынандай телесный капронда магазиннен кемі 500 теңгеге сатып аламын. Сонда біз примерно 120 теңге әрқайсысынан экономдап тұрмыз. Сапалар керемет енді. Дәл магазинде қандай сатып алатын болсаңыз, мына посылкада келіп тұрған заттардың сапалары да олардан артық болмаса кем емес. Дәл сондай магазиндегімен бірде-бір күшті даже. Достар, бүгінгі посылкаларды сіздердің көздеріңізше ашып, обзор жасап, бағаларымен, доставкасымен бірге қосып сіздерге айтып бердім. Сіздерге біздің видео ұнады деп ойлаймын. Достар, міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақытта біздің арнамызда бұдан да қызықты видеолар болады. Құдай қаласа, бізде алдағы уақытта әлі де күшті посылкаларымыз келе жатыр. Олармен де сіздермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.